Қайырлы күн оқушылар. Екі айнымалысы бар сызықты емес теңдеулер жүйесімен шешуді одан әрі жалғастырайық. Мынандай мысал қарастырайық. Бірінші. 1 бөлінген x азайтылған 1 бөлінген y тең болады 8-ге. Және 2 бөлінген x азайтылған 1 бөлінген y тең болады 13-ге. Алдымен айнымалыларға назар аударыңыздар. Олар бөлшектің бөлімінде тұр. Ендеше x те, y те 0-ге тең болмау керек. Жүйеге назар аударыңыздар. Егер біз жүйенің теңдеулерін бірінен бірін азайтатын болсақ, онда бір айнымалыға байланысты теңдеу алынатынымыз көрініп тұр. Олай болатын болса, қазір біз мынау екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтайық. 2 бөлінген x азайтылған 1 бөлінген x, азайту 1 бөлінген y, азайтылған минус 1 бөлінген y, онда ол қосу 1 бөлінген y болады, тең болады 13 азайтылған 8-ге. 2 бөлінген x-тен 1 бөлінген x азайтсақ, 1 бөлу x болады, 1 бөлу y пен 1 бөлу y қысқарады, тең болады 13-тен 8 азайтқан кезде 5. Яғни 1 бөлінген x 5-ке тең болды. Бұдан шығатыны x тең болады 1 бөлінген 5-ке. 5-тен 1-ге тең болады. Енді бірінші теңдеуден 1 бөлінген y табатын болсақ, 1 бөлінген y-іміз тең болады 1 бөлінген x азайтылған 8-ге. 1 бөлінген x-тің мәнін көріп отырмыз. 5-ке тең. Олай болса, мұнда 5-ті қоятын болсақ, 1 бөлінген y тең болады 5 азайту 8-ге. Яғни 1 бөлінген y тең болады минус 3-ке. Ендеше y тең болады минус 3-тен 1-ге. Сонымен теңдеулер жүйесінің бір шешімі бар. Жауабы 5-тен 1 минус 3-тен 1. Екінші мысал. Мынандай теңдеулер жүйесі берілген. 1 бөлінген x азайтылған y қосылған x-тің квадраты тең болады 1-ге. Және x-тің квадраты бөлінген x азайтылған y тең болады минус 7-ге. Теңдеулерге назар аударып қарайық. X азайтылған y бөлшектің бөлімінде тұр. Ендеше ол 0-ге тең болмау керек. X азайтылған y өрнегі 0-ге тең болмайтын болса, онда x-тің мәні y-ге тең бола алмайды. Енді теңдеулер жүйесін қалай шешеміз? Біз қазір екі теңдеуден де 1 бөлінген x минус y деген бөлшекті көріп отырмыз. Олай болатын болса, егер біз мынау бірінші теңдеуден 1 бөлу x минус y-ті тауып алып, оны екіншісіне барып қойсақ, онда біз бір айнымалысы бар теңдеу аламыз. Бірінші теңдеуден 1 бөлінген x минус y тең болады 1 азайтылған x-тің квадратына. Оны екінші теңдеуге барып қояйық. Сонда 1 азайтылған x-тің квадраты көбейтілген x квадрат болады. 1 азайтылған x-тің квадратын көбейтеміз x-тің квадратына. Тең болады минус 2-ге. Жақшаны ашайық. Сонда x квадрат азайтылған x-тің 4 дәрежесі тең минус 2 деген теңдеу шығады. Ол теңдеуді былай жазуымызға да болады. x-тің 4 дәрежесі азайтылған x-тің квадраты азайтылған 2 тең 0-ге. Бұл теңдеу өздеріңізге таныс b квадрат теңдеу, яғни квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеу. Олай болатын болса, жаңа айнымалы енгізіп, теңдеуді квадрат теңдеуге келтіріп шешейік. X-тің квадратын a деген айнымалымен белгілеп алатын болсақ, онда мынау теңдеуге келеміз. a-ның квадраты азайтылған, мұнда a болады, азайту 2 тең болады 0-ге. Бұл теңдеудің түбірлері a1 тең минус 1-ге және a2 тең 2-ге. Оны оңай таба аламыз. Енді айнымалы алмастырған жерімізге келейік. Яғни x-тің квадраты a-ға тең,
Олай болатын болса, біріншіден x-тің квадраты тең болады a1-ге, a1 бізде минус 1-ге тең. Бұл теңдеудің шешімі жоқ, бос шен. Екінші жағдай, x-тің квадраты тең болады 2-ге. Олай болатын болса, x1-іміз тең минус түбір астында 2-ге, және x2 ол тең болады плюс түбір астында 2-ге. X-тердің мәнін таптық, енді оларға сәйкес y-тердің мәнін табайық. Бірінші теңдеуден y-ді x арқылы өрнектеп алайық. X азайтылған y-іміз тең болады 1 бөлінген 1 минус x квадратқа. Осыдан y тең болады x азайтылған 1 бөлінген 1 азайтылған x квадратқа. Бізде x1-іміз минус түбір астында 2-ге тең болды. Олай болса, осыған сәйкес y1 табайық. y1 тең болады x-тің орнына минус түбір асты 2-ні қоямыз. Минус түбір астында 2 азайтылған 1 бөлінген 1 азайтылған минус түбір асты 2-нің квадраты тең болады минус түбір асты 2 азайту 1 бөлінген, мұнда қараңыздар, минус түбір асты 2-нің квадраты ол 2-ге тең болады. 1 азайтылған 2 ол минус 1-ге тең болады. Ендеше минус түбір астында 2 қосылған 1. Келесі x2 түбір асты 2-ге тең болғанда y2 неге тең болады? y2 тең болады. X-тердің орнына түбір асты 2-ні апарып қояйық. Түбір астында 2 азайтылған 1 бөлінген 1 азайту түбір асты 2-нің квадраты тең болады түбір асты 2 азайтылған, түбір асты 2-нің квадраты да 2-ге тең. 1-ден 2-ні азайтсақ минус 1 болады. 1 бөлінген минус 1 тең түбір астында 2, мынау 1-ге тең, плюс 1-ге тең болады екен. Сонымен теңдеулер жүйесінің 2 шешімі бар. Жауабы минус түбір асты 2-де минус түбір асты 2 қосу 1 және түбір асты 2 қосу 1. Сонымен оқушылар, біз бүгін осындай 2 теңдеулер жүйесімен таныстық. Енді үйге осыған ұқсас есептер берейін. Соларды шығарып, бүгінгі үйренген білімдеріңізді пысықтаңыздар. Үйге тапсырмаға мынау теңдеулер жүйесін аласыздар. Жауаптары көрсетілген. Осымен өздеріңіз шығарып тексерулеріңізге болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.